Сәлем достар, бүгінгі видеомызда пиццериядағыдай пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, тұз, қант, дрож, кейін жылы суымызды құйып, сұйық май, жылы суымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлық құрамның мөлшерлерін описанияға қалдыратын боламын. Мінекей, бұл тестамен 2 пицца шығады. Осындай үлкен 2 пицца шығатын болады. Майонез кетчупымды алып, жақсылап жағып, үстіне қалауларыңыз бойынша помидор, огурцы қойсаңыздар болады. Өздеріңізге не ұнайды, соны қойып. Бірақ сырды сеппей, осылай менде духовкада ең үлкен градус 360 градусқа қойып, алдын ала қыздырып алам. Одан кейін кішкене міне пісті дайын болды деген уақытта үстіне сыр сеуіп, кішкене 2-3 минутқа қайтадан салып алатын боламын. Қыздар, мінекей осындай күшті пицца шығатын болады. Істеп көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.